Өте дәмді сочный тефтели дайындаймыз. Ол үшін гречканы ыстық суға бұқтырамыз. Бір үлкен картопты үккіштен өткіземіз. Оның үстіне тартылған ет, бағанағы быққан гречка, пияз, петрушка, чеснок, дәміне қарай тұз және бір жұмыртқа салып, жақсылап араластырып, осылай домалақтап шығамыз. Қызып тұрған қазанға май құйып, үстіне туралған пияз және өккіштен өткізілген сәбіз, томат салып, жақсылап қуырамыз. Су құйып, қайнаған соң, дәміне қарай тұз және ұн салып, жақсылап ұнды матып шығамыз. Тефтелимізді салып 30 минут қайнатамыз. Пісуге 5 минут қалғанда чеснок саламыз. Дастарқанға кез келген гарнирмен ұсыныңыз. Рецептіңізді лайк қойып, каналға жазылыңыз. Сіздермен болған Марияш.